Қазақ тілі жаппай қолданыс тіліне айналып, шын мәнінде мемлекеттік тіл мәртебесіне көтерілгенде елімізді қазақ мемлекеті деп атайтын боламыз. Бұл мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сөзі. Соңғы уақыттарда елбасы басты назарды тіл мәселесіне аударғаны баршаға мәлім. Осыған орай 2014 жылы Теміртау әкімшілігінің қолдауымен қалалық тілдерді дамыту орталығы құрылды. Құрметті теміртаулықтар, біз сіздермен қазақ тілін үйренейік атты телесабақтар жобасын бастағалы отырмыз. Телесабақтар көрсетілімі аптасына 2 рет ыңғайлы уақытта көрсетіліп отырады. Әр сабақ келесі күні қайталанып отырады. Сіздер бұл сабақтар арқылы 10 шақты жаңа сөздер өтесіздер, және осы сөздерді грамматикалық ережелер негізінде ауызекі тілде сөйлеп үйренуге дағдыланасыздар. Жалпы сіздерге Теміртау қаласының тілдерді дамыту орталығы Чайковский көшесі 22-ші үйде жыл бойы тегін түрде қазақ, ағылшын, орыс тілі курстарын өткізетін естеріңізге саламыз. Сонымен қатар балалар үшін былтырдан бері бастау тіл алаңы жұмыс істеп келе жатыр. Біз сіздерді осы телесабақтардың тұрақты тыңдармандары, көрермендері болуға шақырамыз. Және де бізді Тілдер Теміртау Инстаграм парақшасынан да таба аласыздар. Барлықтарыңызға тіл үйренуде сәттілік тілеймін. Сондай-ақ орталықта арнайы балалар үшін бастау тілдік платформасы жұмыс жасайды. Барлық сұрақтар бойынша 90-72-06 телефоны бойынша хабарласуға болады. Тілдерді дамыту орталығының алдында тұрған басты міндеттердің бірі бүгінгі күні ересек тұрғындардың 80%-на 2018 жылдың аяғына дейін және қала халқының 95%-на 2020 жылға дейін қазақ тілін үйрету.